Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағында қуат көзін үнемдей білесің бе тарауының жел энергетикасы сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. Тақырып бойынша сызба кестелер жасау. Алдымен балалар мына суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейікші. Суреттерде нелер бейнеленген? Суреттерде электр станциялары бейнеленген. Яғни атом, жел, жылу, су станциялары бейнеленген. Оларды қандай екі топқа жіктеуге болады? Оларды табиғатқа зияны бар және табиғатқа зияны жоқ деп екі топқа жіктеуге болады. Алдыңғы сабақтарда біз қуат көзі, шығын, баламалы энергетика, арзан энергия көздері, сарқылмайтын энергия, сарқылатын энергия көздері болып деген терминдермен таныстық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері тиімді, яғни үнемді, артықшылығы, яғни ерекшелігі, қондырғы, бұл жерде электр энергиясын өндіретін турбиналар. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Еліміз арзан электр энергиясын іздеуді мақсат етеді. Желдің күшімен өндірілетін электр қуаты халық шаруашылығына жұмсалады. Желдің күшімен алынатын электр энергиясы үйлерді жылыту, жап-жарық ету үшін пайдаланылады. Жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық, экономикалық артықшылығы көп. Жел энергетикасы қондырғыларының технологиясын жетілдірсе, оның тиімділігі артады. Республиканың кейбір су электр станциялары мен жел электр станцияларын біріктіріп, электр энергиясын өндірген өте тиімді. Қыс айларында желдің күші көбейсе, жаз айларында азаяды. Ал су, керісінше, қыс айларында азайса, жаз айларында көбейеді. Сөйтіп, энергия өндіруді біршама тұрақтандыруға болады. Бұл өте зор энергия көзі. Бірінші тапсырма. 5-5-1 әдісі бойынша мәтіннен маңызды 5 сөйлемді, 5 сөз тіркесін, 1 сөзді анықтайық. Тапсырма дескрипторы мәтін мазмұнын ашатын 5 сөйлемді, 5 сөз тіркесін, 1 сөзді табады. Балалар, егер орындап болсаңыздар, менің жауабыммен салыстырыңыздар. Сөйлемдер. Еліміз арзан электр энергиясын іздеуді мақсат етеді. Желдің күшімен алынатын электр энергиясы үйлерді жылыту, жап-жарық ету үшін пайдаланылады. Жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық артықшылығы көп. Республиканың кейбір су электр станциялары мен жел электр станцияларын біріктіріп, электр энергиясын өндірген өте тиімді. Бұл өте зор энергия көзі. Сөз тіркестері. Арзан электр энергиясы, желдің күші, экологиялық артықшылығы, су электр станциялары, жел электр станциялары. Сөз, яғни мәтіннің тақырыбы жел электр станциялары. Келесі, балалар, егер бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшеміз. Мұнда сұрақтарға жауап бере отырып, кестені толтырамыз. Сұрақтары: нелер? Жел электр станциялары қалай жұмыс істейді? Жел электр станцияларын қайда пайдаланылады? Жел электр станциялары неге керек? Жел энергетикасын пайдалану тиімді ме?
күнделікті өмірде қалай пайдалануға болады? Тапсырма дескрипторы сұрақтарға шынайы өмірмен байланыстыра отырып дұрыс жауап береді. Балалар, егер орындап болсаңыз, менің жауабыммен салыстырыңыз. Нелер? Жел электр станциялары. Жел электр станциялары қалай жұмыс істейді? Желдің күшімен турбиналар қозғалады. Жел электр станцияларын қайда пайдаланады? Жел электр станцияларын халық шаруашылығына пайдаланады. Жел электр станциялары неге керек? Жел энергетикасын пайдалану қоршаған ортаны ластанудан қорғайды. Жел энергетикасын пайдалану тиімді ме? Жел энергетикасы арзан энергия көзі. Күнделікті өмірде қалай пайдалануға болады? Жел күшті жерлерде жел электр станцияларын су электр станцияларымен бірге салу. Балалар, бүгін біз сабақта жел электр станцияларымен таныстық. Мәтінді оқып талдадық. Бірінші тапсырма бойынша маңызды 5 сөйлемді, 5 сөз тіркесін, 1 сөзді анықтадық. Екінші тапсырмада сұрақтарға жауап бере отырып кестені толтырдық. Енді рефлексия бөліміне көшейік. Мен түсіндім, менің сұрағым бар, мен түсінбедім деген сұрақтарға жауап беріңіздерші. Балалар, үйде өзіңіз қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, Вен диаграммасын толтырып көріңіздер. Жел электр станциялары, оның тиімділігі неде, оның тиімсіздігі неде? Тапсырма дескрипторы жел электр станцияларының тиімділігі мен тиімсіздігін қосымша ақпарат көздерінен тауып жазады. Балалар, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.